Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бикеш саусақтары десертін жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 200 грамм сүт, 200 грамм су, 6 жұмыртқа, 180 грамм сары май және 300 грамм ұн қажет. Ыдысымызды қыздырып, үстінен суды, сүтті, майды қосып, қайнағанша араластырамыз. Үстінен ұнды біртіндеп салып отырып, қамыр жасаймыз. Шамамен 5 минуттай уақыт араластырамыз. Қамырымыз бір-бірімен бірігу қажет. Бес минуттай қамырды суытып алып, үстінен жұмыртқаны бір-бірлеп қосып отырып араластырамыз. Қамырымызды кондитерлік қапқа саламыз. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, эклерлерімізді құйып шығамыз. Эклерді 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Крем үшін бізге 180 грамм қоюландырылған сүт, 150 грамм қаймақ және 1 шай қасық ванильді экстракт қажет. Қоспаларымызды бір-бірімен қосып араластырамыз. Ванильді экстракттың орнына ванилин қосуға болады. Эклерлеріміз дайын. Шамамен 10 минуттай суытамыз. Содан кейін кремге салып, өз қалауымызға сәйкес тізіп шығамыз. Үстін шоколадпен немесе өз қалауыңызға сәйкес безендіруіңізге болады. Десертті 2-3 сағат тоңазытқышта қалдырамыз.
астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.